Не үшін балаға қол массажын жасаймыз? Білесіздер, балада тонус көп болады және саусақтарын балалар дұрыс ашпайтын болады. Сондықтан да жақсылап тұрып, саусақтың басынан иыққа дейін қолымызбен ысқылап, баланың қолын жақсылап қыздырып аламыз. Баланың кожасының цветі қызғылт түс болған кезде саусақтың басынан шынтаққа дейін 3 рет жақсылап кішкене уже салмақ салып ысқылаймыз. Және де дәл осылай шынтақтың жоғарғы жағын 3 рет қолмен жүріп өтеміз. Және үшінші әдісіміз саусақ бастарымен уже уқалап сығу әдісімен массаждаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қолымызды шынтақтың астына қойып, қолды ішке қаратай бүгеміз 3 реттен. Және қолды ішке 3 рет, сыртқа 3 рет ақырындап айландырамыз. Бірақ менің қолымды көріп тұрғандай, буынды жақсылап ұстаймыз, баланың қолы шығып кетпеу үшін. Және иықты ұстап тұрып, қолды жоғары қаратай көтереміз 3 реттен. Бұл жаттығуларды не үшін жасаймыз? Баланың қолындағы тонус қайтып, бала емін-еркін қолымен қозғалу үшін.